Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін мен кезекті видеоны түсірейін деп отырмын. Бұл жерде тағы қозғайтын мәселе, біз не үшін автомектепке барамыз? Жалпы керек пе автомектепті оқу деген сұрақ. Кез келген адамның өзінің мінез құлқына байланысты, өзінің ақылына байланысты, жаратылысы әртүрлі болады. Кейбір адам туа бітеді, туа біткен талантты адамдар болады. Музыка саласынан алсақ, спорт саласынан алсақ, аспаннан адам түспейді, бірақ енді ол туа солай бітетін адамдар болады. Сол сияқты біздің жол қозғалыс ережесінде де, мысалы үшін, жалпы көлікті жүргізген кезде де көлікті кейбіреулер өте жақсы жүргізе алады. Бірақ енді соған қарап, мен де солай жүргізе аламын деп ойлауға болмайды. Өйткені әр адамның талабы әртүрлі. Содан кейін біздің автомобильді біз жүргізгенде тек сол тақалып қалған жол жүру ережесі емес, одан басқа сол көлікті қалай дұрыс басқару, қалай жолды бақылау, қалай біз оны дұрыс шешім қабылдау деген мәселелер бар. Негізі көлікті жүргізген кезде бір үш фактор бар да, соны біз дұрыс пайдалана білсек. Ол деген неден тұратын? Мысалы, жүргізушіні біз деген жүргізуші деп айтқан кезде сұрақ қойымыз керек. Ол жүргізуші сенімді ме, жоқ сенімсіз бе? Сенімді жүргізуші деген ол кім? Сенімді жүргізуші деген ол егер көлікке отырған кезде ешқандай апатқа түспей, аман-есен бір пункттен екінші пунктқа жеткізсе. Ол пункттың арасы деген 100 шақырым болуы мүмкін, 500 шақырым болуы мүмкін, одан да көп болуы мүмкін. Егер адам, ол үш фактор деген қандай фактор? Соны айта кетейін қазір. Ол біріншіден, ол теория жағынан өте дайындығы мықты адам. Теория дегеніміз не? Теория дегеніміз ол автомобильдің қозғалысындағы ережелері, мысалы жол жүру ережесі деп айтамыз ғой. Ол тек қана сол жол жүру ережесі емес, оны қалай автомобильді басқару, оның негіздері деген бар. Автомобильді қауіпсіз қозғалтудың негіздері деген бар, соны да білу. Одан кейін автокөліктің кішкене болса да ішкі құрылысында білген дұрыс. Өйткені алыс жолға шыққан кезде ол автомобильдің бір жері сынып қалуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан оны да енді білген жақсы. Бірақ негізі біздің өмірімізге қажетті нәрсе бұл деген автокөлікті қозғалғандағы қауіпсіздігі. Оны біз қайдан білеміз? Әрине айттым ғой басында, ақылды адамдар көп бізде, олар деген қазіргі интернет желісі бар, сол жақтан алады. Бірақ сіздерге бір ескертіп кететін нәрсе, интернетте де кейде көп адамдар дұрыс ақпарат бермейді. Кез келген ол мәселе, сіздің мысалы үшін мамандығыңыз не? Мысалы сіз медицина мамандығы боларсыз, мүмкін сіз бухгалтер боларсыз, мүмкін сіз тағы да. Сіздің енді білетін нәрсеңізді біреу деген сол білетін нәрсені біреулері видео жасап айтып жатады, былай істеу керек, былай істеу керек. Сол кезде сіздер оның ішінде қателерін көруіңіз мүмкін, айтасыз ғой, мына кісі деген дұрыс айтып тұрған жоқ деп. Енді мысалы үшін өмірге ешқандай қауіпі жоқ нәрселер болса, айтса ештеңке жоқ шығар енді. Ал енді өмірге қауіпті нәрсе, мысалы медицина саласы болсын, біздің жол жүру саласы болсын. Негізі осы медицина қызметкерлерімен біздің автокөлік жүргізушілерінің айтқанда міндеті бірдей сияқты да. Медицина қызметкері дұрыс диагноз қоймай, немесе дұрыс емдемей адамды қиын жағдайға апару мүмкін, Құдай сақтасын. Енді сол сияқты жүргізушінің де өзінің қатесінен сап-сау ішіндегі отырған адамдарды апатқа түсіп, жарақаттауы мүмкін, одан да басқа зорғысы болуы мүмкін. Сондықтан сенімді жүргізуші деген кім деп айтып жатырмыз ғой басынан. Сонда сенімді жүргізуші деген ол бірінші осы білімі өте бар адам екен, яғни көлікті қауіпсіз қозғалу үшін соңындағы негіздерді білу керек. Ол бірінші. Екіншісі, ол жүргізуші психолог тұрды дайын болу керек. Өйткені жолда деген неше түрлі жағдайлар болады, күтпеген жағдайлары. Сол кезде қаншадан керемет жүргізуші болса да, психолог жағынан оның кішкене
проблемасы болса, ол сондай кезде не істерін білмей қалады. Бұл жерде де тағы да айтып кететін, ол профессионалды дайын емес адам. Профессионалды дайын адам деген ол автоматты түрде аяқ қолы дұрыс жұмыс істейді. Оны жаңағы адамның ағзасындағы мысалы мышечный память дейміз орысша айтқанда, бұлшықеттердің жадысы, ол басынан бастап адам рульға отырғанда ең басынан. Егер адам деген дұрыс жаңағы өзін тәрбиелесе, оны біреу дайындау керек қой, бір инструктор дайындайды, мұғалім дайындайды. Ол дұрыс информацияны өзінің миына жазса, яғни сондай бір өте бір қауіпті жағдайда ол автоматты түрде дұрыс шешім қабылдайтын болады. Өйткені ондай кезде ойланудың да уақыты жоқ, ойлануға да уақыт болмайды. Бұл енді екінші жаңағы фактор. Үшінші фактор ол деген адам деген жаңағы дәл қазір көлік жүргізуге мұршасы болу керек дейді. Мысалы үшін адам ұйықтамаса, немесе бір дәрі-дәрмек ішіп алса, өйткені ол дәрі-дәрмек болсын, ұйықтамаған адам болсын, немесе жаңа ішімдік ішкен адам болсын, олардың мына несі реакциясы дейміз ғой, қимыл әрекетінің жылдамдығы нашарлау болады. Ол мүмкін миы жұмыс істеп тұрған шығар, бірақ жаңағы аяқ астынан бір келген қауіпті болдырмауда қателіктер жасайды, немесе кеш жасайды тым. Не болмаса ұйқысы қанбаған адам жолда ұйқысы келеді. Ұйқысы келген адам ол сенімді ме? Жоқ, сенімсіз. Сондықтан жаңағы сенімді жүргізуші деген жаңағы түсініктемеге жаңағы үш фактор жауап беру керек екен. Яғни ол біріншісі теория жағынан өте дайын адам, бәрін жақсы біледі, жол қозғалыс ережесін, жаңағы қауіпсіз қозғалудың негіздерін білетін. Екіншісі жаңа айттым, психолог тұрды дайын адам. Үшіншісі жаңағы не деп айттым, дәл қазіргі осы моментте оның жарамдылығы рульге отыруға. Осы үш фактордың бәрін біз үйретеміз. Егер бізге хабарласаңыздар, менен мүмкіндігінше жазып отырамын ғой, осы каналға жазылыңыздар, көп сұрақтарды қоя беріңіздер.